Зерттейтін адам 20 ғасырдың адвокаты, заңгері деп, құқық қорғаушысымыз деп. 20 ғасырда небір аласапыран заман болды, онда түрлі қоғамдық формациялық өзгерістер болды. Сол кезде біздің тұлғаларымыз түрлі көзқарастармен айыпталды. Ал әдебиетші, әдебиеттанушының міндеті оларды солардан аршып алу, жалған жалалардан ақтап шығару. Өзіңіз дұрыс байқағансыз, мен Жетісу облысының тумасы ретінде ғана емес, қазақ азаматы ретінде қазақтың кез келген өңіріндегі есімі аталмай, насихаты жоқ, іздеушісі мүлде артында жоқ, есім сойы ұмытылған, бірақ тарихта үлкен еңбек атқарған, лайық бағасын алмаған қазақтың асыл тұлғаларын зерттеуді міндетім деп санаймын. Ол жерде Ертіс, Баян болсын, Өскемен, Семей болсын, Сыр өңірі болсын, Шымкент, Батыс болсын, Ақтау, Маңғыстау болсын, Түркістан ба, Қарағанды ма, ол ешқандай жер жағынан, ру жағынан, жершілдік жағынан ол менде ондай көзқарас жоқ. Мен бір қазақ, бар қазақ деп қараймын, және олар танылмағандықтан таныту міндетім, борышым деп зерттеймін. Сосын кейін Иса Байзақовтың мына сөзі маған қатты ұнайды. Мезгілсіз, мерекесіз өткендердің әруағы мені де айт деп құлағыма сыбырлап тұрған сияқты. Менде сол өмірден ерте кеткен, ойнап күлмеген, жастық шағының бәрін ұлтына, болашағына арнаған, қара басын ұлттың трагедиясы үшін қатерге тіккен тұлғаларды таныту ол менің перзенттік парызым, және қалам ұстаған жазушы ретінде, сыншы ретінде, тарихшы, әдебиетші ретінде ең үлкен миссиям. Жерге, руға, ештеңкеге қарамайым, тек тарихтың тасасында қалған тұлғаларды шығару бүгінгі менің міндетім деп айтып отырсыз. Жалпы тақырып қайдан келеді сізге? Қалай таңдайсыз? Себебі мен сіздің жаңа айтып отырмын ғой, бірнеше мақалаңызды оқыдым, бәрінде дерек бар. Және де ол жай ғана дерек емес, кәдімгі архивті ақтарып тапқан деректер. Мен өзім мынау күнделік дәптерлер жазып отырам. Мысалға Жетісу тарихына бір бөлек, Алаш тарихына бір бөлек, Торғай тарих дейміз, жаңағы Сыр өңірі тарихы деген сияқты түрлі дәптерлер дайындап қоямын. Сосын іздеп оқып отырғанда, үлкен ғалымдардың еңбектерін қарағанда, кімдер айтылмай жүр, жазылмай жүр, соларды жазып қойып, архивке барғанда солар туралы қарастырамын. Сосын кейін мен тарихи миниатюралық жанрда жазған жақсы көремін өзім. Өйткені ол жерде сезім, тіл, сосын кейін оқиға, уақиғаның берілуі, хроника, хронотоп мәселесі тұрғысынан қараймын. Ол болашақта да бүгінде естелік ретінде қарайды. Менің ұғымымда естелік иманды жанр, сауатты жанр. Ол біз өткен адамды айту арқылы қоғамға жаңалық енгіземіз, және сол тұлғаларды насихаттауға, танытуға келеді. Ал тақырып мені өз іздеп табады, қызығы. Түс көрем. Қалай? Не болмаса бір нәрсеге жол ашып тұрады. Архивтерге барып отырғанда мүлде табылмайтын нәрсе өзімнің алдымнан шығып тұрғандай болады. Білмеймін, рух қолдай ма, әруақ қолдай ма, мен өзі